саламатсыздар құрметті оқушылар. Бүгін біз алгебра 7-ші сынып 5-те 38-ші есепті шығарамыз. Бұл жерде көбейткішке жіктеңдер дейді. Яғни біз мына формуланы білеміз. А плюс Б, А минус Б, ол бізде А квадрат минус Б квадратты береді. Демек бізде мынау беріліп тұр. Не істейміз? Жақша бойынша жазуымыз қажет. Енді А-ның орнында X тұр, Б-ның орнында Y тұр. Оны былай жазуға болады. X қосу Y, X азайту Y десек, онда бізде екеуінің көбейтіндісі x квадрат минус y квадратты береді. Екінші m квадрат минус n квадрат. Бұны да m плюс n, m минус n деп жазса, екеуінің көбейтіндісі мынаны береді. Үшінші s квадрат минус 25 дейді. Енді бұл жерде былай жазуға болады. s квадрат минус, бізде 5-тің квадраты. Демек с квадрат минус 5-тің квадраты, ол екі жақшаға жіктеледі. 25 деген 5-тің квадраты. С плюс 5, с минус 5 деп осылай екі жақшаға жіктеуге болады. Төртінші а квадрат минус 1 дейді. Енді бұл жерде а квадрат, 1-дің квадраты деп алсақ, онда екі жақшаға жіктеуге болады. А плюс 1, а минус 1 деп жақшаға жіктеуге болады. Бесінші 25 минус а квадрат. Енді 25 деп отырғанымыз 5-тің квадраты азайту а-ның квадраты. Демек оны екі жақшаға жіктеуге болады. 5 плюс а, 5 минус а деп жіктеуге болады. Алтыншы 49 азайту б квадрат дейді. Бұл да 49 деп отырғанымыз 7-нің квадраты б квадрат болады. Енді оны екі жақшаға 7 плюс б, 7 минус а деп жіктеуге болады. Жетінші 100 минус п квадрат дейді. 100 деп отырғанымыз бізде 10-ның квадраты азайту п квадрат болады. Енді ол екі жақшаға жіктеледі. 10 плюс п, 10 минус п деп. Осылай жіктеуге болады. Сегізінші m квадрат минус 400 дейді. m квадрат 400 деп отырғанымыз 20-ның квадраты. Демек ол бізде m плюс 20, m минус 20 деп жіктеуге болады. Тоғызыншы b квадрат минус 0,4 дейді. Оны b квадрат минус 0,4 деп отырғанымыз 0,2-ның жақшаның сыртында квадраты. Демек ол бізде b плюс 0,2, b минус 0,2 деп жазуға болады. Оныншы 1,121 минус x квадрат. 1,121 деп отырғанымыз 1,1-дің квадраты азайту x квадрат болады. Ол бізде 1,1 қосу x, 1,1 азайту x деп екі жақшаға жіктеледі. 11-ші n квадрат минус 4 бөлінген 9 дейді. Енді ол n квадрат минус мынау бізде 2, мынау бізде 3. Осының жақшаның сыртында квадрат. Яғни 3-тен 2-ның квадраты бізде 9-тан 4-ті береді. Бөлшектің бөлімі бөлек, алымы бөлек квадраттаймыз. Енді ол бізге екі жақшаға жіктеледі. n плюс 3-тен 2, n минус 3-тен 2 деп осылай екі жақшаға жіктейміз. 12-ші 25 бөлу 64 азайту п квадрат. Енді мынау бізде 5 бөлінген 8-дің жақшаның сыртында квадраты азайту п квадрат. Енді осыны екі жақшаға жіктеуге болады. 8-ден 5 қосу п, 8-ден 5 азайту п деп осылай екі жақшаға жіктеуге болады. Сонымен есептің шығар жолы осындай. Егер есептің шығар жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.